Мен бірінші пайғамбардан айтамын, саллаллаху алейхи уассаламнан. Бұл жаңағы біздің былай деп айтайықшы, сенің мысалға қазақтың жерінде, осындай кең байтақ жерде, мұсылманның шаңырағында туылуың бұл Алланың біріншіден сыйлығы, үлкен нығметі да. Басқа бір жерде бізден де төмен өркениетті адамдар бар ғой, енді Құдай сақтасын, анаған қарап өзіңді шүкір деп қоясың ғой енді. Бірақ енді шүкірден де өтуге болады да, жоғары қарай. Қалай, бірақ әркім өзінің жаңағы үлес қосуымен деп айтайықшы. Маған қатысы жоқ қой деген нәрсе бар бізде ше. Маған қатысы жоқ қой дейді. Саған тікелей қатысы бар. Саған деген сөз маған бәрімізге қатысы бар. Қалай? Анау жаңа патша айтпай ма, ертең ашаршылық келе жатыр. Мына үлкен бочканы қоямыз. Соған бәрің сүт қойыңдар кешкісін келіп. Ертең осы сүттен біз халық сені алып қаламыз деген кезде кешкісін шығады да маған қарап қалды дейсің ба? Мен бір шелек суым ана қанша сүттің ортасында ештеңе болмай қалады ғой деп. Бәрі сондай оймен таңертең патша ашса, сылдыр су. Полный су тұр дейді бушкеде ше. Ешкім сүт құймаған ғой. Бәрі сол жаңағы оймен келген да. Маған қарап қалды дейсің ба деген сияқты. Сөйтіп анам бәрі қырылып өліп қалды дейді да, қауымның бәрі. Өз-өзіңді өлтіруге апарып жатыр да. Енді оны қоя бергенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мына отан бұл біздікі ғой. Бұл менікі. Бұл сенікі, ертең сенің балаңда қалады. Алла амандық берсе да мына елде. Сондықтан өзіңнің мынау үйіңнің ішіне қалай жаның ашиды, сен тұрған отанның әрбір көшесі саған солай ыстық болу керек та. Мен Қызылорданкімін ғой, мен алматылық емеспін. Ертең кетем ғой. Кетем ғой мен. Кетсеңше. Алматыда тұрып жатқан сен қазақтың бауыры, сенің бауырың ол да қазақтың баласы. Бүлдірме қаланы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден жаңағы бәрі біледі ғой бұл хадисті, атақты хадис, дұрыс па? Меккеден көшіп бара жатқан кезде айтпай ма? Көшкен жоқ қой, мәжбүрлеп көшірді ғой. Сонда Мекке, мен сені тастап кетпейтін едім дейді. Егер де қауымы мені қуып шықпағанда дейді да. Сәнің әрбір нәрсең маған ыстық деп жатыр да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Және не дейді? Сен жер бетіндегі ең Аллаға қатты ұнайтын жерсің ғой, сен Мекке дейді да, маған да қатты ұнайсың дейді. Мәжбүрленіп кетіп бара жатыр Мәдинаға қарай деп жатыр да. Демек, мен ойлаймын, әрбір адамның жүрегінің бір бұрышында отанға деген бір не бар да? Махаббат бар. Тек оны ояту керек дейсің. Ояту керек, оны қашан сезінесің? Оны басқа сыртқа шыққан кезде сезінесің. Кәдімгідей, елім маған комфорт екен ғой дейсің ғой. Сыртта көр, далада қалып көр, бір жерге ұсталып көр, тіл білмейтін жерде ұсталып көрші. Кәдімгідей жыла жібересің бар ғой, ойбай, тіл білетін елдегі мілтсаға ұсталмаппын ғой деп ше, қатия. Көрдің бе? Бұл нығмет, бұл отан нығмет. Екінші нәрсе, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, иман 71 тармақтан тұрады дейді ше. Соның ең жоғарғысы бұл ла илаха илlallah деген калима дейді. Ең төменгісі бұл